Бүгін мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Жамбыл облысы бойынша департаменті және Байзақ аудандық жастар орталығының ұйымдастыруымен 100 нақты қадам болашақтың кепілі тақырыбында жастар конференциясы болып өтті. Оған өңірлік бөлім басшылары, қоғамдық бірлестік өкілдері мен әр салада еңбек етіп жүрген жас мамандар, белсенді жастар қатысты. Алдымен конференция қатысушылары құжаттағы басты бағыттар жайында баяндамалар оқыды. Онда жастар мәселесі, әлеуметтік жаңғырту жолдары, денсаулық, еңбек, білім салаларына арналған тапсырмаларға жеке-жеке тоқталып, жүзеге асыру жолдары туралы сөз қозғады. Мұнда өзге қоғам дертіне айналып отырған жемқорлықпен күрес және оның алдын алу жайы да айтылды. Жалпы бұндай түсіндіру жұмыстарын біз қазір арнайы желілік кестеге сәйкес жүргізіп жатырмыз облыс бойынша. Ар жақ телевидениедан да өзге кездесулер арқылы біздің түсіндіру шараларын жұмыс жасап жатырмыз. Өйткені осы бұл реформаны қанша дегенмен оңтайлы жүзеге асырылуы осы реформаны жергілікті халықтың қабылдау деңгейіне байланысты болмақ. Шынайы көңілмен қабылдап жүзеге асыруға атсалысса ғана бұл реформа оңтайлы жүзеге асырылады деп ойлаймыз. Жиын барысында ұлт жоспарының күн тәртібіне шығарылуы заман талабына туындағаны жайлы, ондағы көрсетілген әрбір мәселенің маңыздылығы ортаға салынып талданды. Өз кезегінде жастар ел экономикасының дамуына, әлеуметтік, мәдени, рухани саланың ілгерілеуіне зор ықпалын тигізуге үлкен үлес қосатындықтарын жеткізді. Ауыл жастарына кеңінен насихаттау жұмыстары жүргізіп жатыр. Осы насихаттау жұмысының барысында осы ауыл жастары, мен өзім қатысушы ретінде біраз білмеген сұрақтарыма жауап алдым. Осындай жұмыстар ары қарай жалғаса берсе, осы жастарға, мемлекеттік қызметке өтетін жастарға пайдасын тигізе береді деген ойдамын. Әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына енуге бағытталған 100 нақты қадам жоспары жиналғандар тарапынан қолдау тауып, түйінделді. Басқосу соңында сала мамандарына сан түрлі сауалдар қойылып, тұшымды жауаптар берілді. Серік Жұмабек, Еркін Шалқаров, жаңалықтар қызметі, Байзақ ауданынан.